Bizde Şaştaraz'ın videosu. Мінекей кийим келесі бөлім. Кийимді шешіп болғаннан кейін шештің немесе шешпедің отырдың басып жуды. Ең басы жақсы шампунмен жуғанда сол шаштың жұмсақтығын немесе қатты болып қалмауға, сондықтан жұмсақ болу үшін жақсы шампун таңдап алып біз бұл шашын Клэр деген шампунмен жудық. Солай жуамыз және кептіреміз. Мінекей қазір шашын кептіреміз. Шаш кептіргенде төбе жағында juda қатты кептірудің керегі жоқ, қатты кептіру керек. Өйткені төбесін қайшымен аламыз. Немесе алмасақ та төбесі ылғалданып, шамалы болсын ылғалықта болуы. Ал жағын жақсылап кептіргеніміз дұрыс. Мойындардың құлақ мойын жекелерін кептіруі маңызды екен. Олардың дымқылдан суланып адамға суықтық сезімі суық болып тиеді, сондықтан жылытуымыз керек. Бізде қадағалайтын бөлік мойынның осы жерден мысалы ашық бөлік. Осыдан осы бөлік құлақтың іші, қас, бет алушының бәрі бізге кептірілмесе бір қалыпты бір деңгейдегі температурада болғанда. Қайшымен алдыратын жағдай болса, кептірмеуге болса, сәл кептіре салса, қалған су болып тұрса болады. Себебі қайшымен алдырады. Кептірген сәтте мына бөлікте орай бөлігін тауып алып кептірсек те болады. Бұл жерін қолмен басып пилмен үрлеп, және де осыларды екі жан жаққа жайып, сонда дұрыс кептіреді.
koyarız. Şimdi şaştı ben aldım para alalım. Oradan can bölüp yani келесі процесс осымен болып кептіріледі. Сонымен жұмыс басталды. Жұмыс алдымен мойнына жабылады, жабатынымыз үстіне жабатын. Сонымен ары қарай процесс жүреді. Шаш алу. Алдағы видеоларда айтып өтеміз. Осымен бүгінгі видео осы. Шашқа дейінгі мәселелердің мүмкіндігінше бәрін айттым деп ойлаймын. Қалып кеткендер болса, мүмкін болар, мүмкін болмас. Негізгілерін айттым. Негізгілерінен артығы кемі осы. Қалғаны процесс, шаш алу қалай алдырғысы келеді, жаңағы алып жүйеге асырамыз. Сонымен аяқталады. Неге қазір просто так жұмысты түсірмей қояйық, ұзақ болып кетуі мүмкін. Мына шаш қазіргі до, шаш алынғанға дейінгі шаш. Одан кейінгісін бұған кейін түсіре саламыз. Осы. Қазір енді оның разницасын түсіремін.